Golda soqdi. Мүмкіндік бар, қазір гол! Хамид Реза Рахымжан, ирандық легионер. Қандай тамаша қарсы шабуыл. Жетісу ойыншылары осы ойынның көп бөлігінде қорғаныста болды. Шыдады, бірақ жоқ, гол! Ferrao есеп қатыр келесі тағыда 3-3. Міне мәссаған қандай ойын қазір семейде осы турдың үздік ойыны болып жатыр. Сөзсіз керемет матч, керемет ойын. Biz аяқтасында Алан Сүйтенғалиев, Арлан Тасболат, Мұхаммед Исмайлов деген секілді жігіттердің алаңға шықпағанын айта кетейік. Ал есесіне Ерсұлтан Сағындықов бұл ойындағы алғашқы голды соқты. Түрмергендердің бірі аяқ сапында Азат Валиуллиннен кейін. Шабуылға алтыншы ойыншы соқты, яғни қақпасына алатығы шабуылға Алексей Шейра. Мүмкіндік бар, қазір гол! Есеп қаты 2-1 Төрехан Доса. Матчтың бітуіне 6 минут болған кезде Лео Игита тұрған қақпаға гол соқты. Қайшылап көреміз, міне Евгений Кошкин орындауындағы соқты. 3-2 есебімен сырт Күтті жеңілді. Қазір Тұлпардың орындауындағы шабуыл ортаға қарай пас асырды. Соққы бола ма? Олжас алыстан тебеді. Қандай гол! Олжас Калгужинов! Антонио Далтон қорғаған қақпаның соғышығына топ еткізді. Қандай әдемі гол, ғаламат гол! Алыстан солақаймен шірене тұра тепті. Бұның барлығы әрине Сара Бауыржан Көкімбаев әділетке, әділет тағыда Бауыржанға қайтарды. Шаков алыстан тепті, шірене тұра. Бұл жерде Рахымжан, қандай гол! Тамаша! Хамид Реза Рахымжан бұл ойындағы 3-ші голын соғып тестірек ақыра атанды. Хамид Реза Рахымжан, ирандық легионер. Осы ойындағы ғаламат голдың